Қызылорда облысы Шиелі ауданында мынау қазіргі таңда арзан жаңа супермаркет дүкенінің ішінде Чимкенттен келіп азаматтар ет сатып жатыр. Алайда бұл басқа облыстан келгендіктен бұл еттер жол жүре келе мынау жаңағы мұздатқышпен келеді. Сол сапасыз ет болып отыр қазіргі таңда. Өйткені қазанға қайнатасын, су татиды, ешқандай дәм жоқ. Енді мынау Шорабаевтың мынау жаңағы Қауымба жақта жаңа Бойнева бағатын мал бодақлайтын жері. Сол жерден бірденен штамп басылып, свежий морозилкаға салынбай келеді. Соны мынау санэпидстанцияның адамдары, сосын мынау базардың санэпидстанция сондай сүт етті қадағалайтын лаборанттары осындай халыққа үндеу жасап айтып жүр. Енді ол да рас шығар, өйткені себебі мына Чимкенттен келген ет мынау неше күндеп жол жүріп машинамен келеді ол. Мұзға батырып тастайды. Сосын ол етті мұз жеп қояды. Қазанға қайнатқанда ешқандай дәмі болмайды еттің. Бірақ ақша алына береді. Мынау лаж болса, мынау базардан алған дұрыс деп мен ойлап отырмын. Өйткені мынау санэпидстанция мен лаборанттардың айтқаны мынау дұрыс деп мен есептеймін. Ол енді заңның адамдары ғой, бақылайды, зерттейді. Мынау мұз жеп қойған еттің ешқандай дәмі болмайды, сапасы болмайды. Осы мына сапаны бақылау департаментіне, сосын мына жаңағы Атамекен ұлттық қорының назарына ұсынамын. Мына сапасыз еттерді сосын әр жерден келісімшарт салып алып, ол қай жерде бағылып жатыр, штампы қалай, заңды ма, заңсыз ба. Мына Сапаржай жақта бір ет сататын жер бар, ашылды. Сосын мынау Бестамның такси тұратын жер жақта ашылды, ет жаңағы сататын. Сосын Жадыра жақта бар, міне. Олар енді қайдан әкеп жатыр, рұқсаты әділ түрде қол қойылып, печат басылып жатыр ма, жаңағы рұқсат қағаздары, штамптар. Біз білмейміз ғой. Өйткені қазір енді телевизордан Сібір жарасы деген малдың ауруы шығып жатыр. Соған да байланысты енді мынау лабораториядағылар әділ жұмыс істеу керек деп мен ойлаймын. Өйткені себебі өте қауіпті. Мынау қайдан алып жатыр, қаяқтан қол қойдыртты, қандай штамп басылды ол етке. Тем более Шымкенттен келіп жатыр, мысалы арзанның ішінде ет. Ол ертең кім басып жатыр оған штампты, қай жерден алып жатыр, кім бордақылап жатыр, біз білмейміз ғой. Осы мәселені де зерделеп тексеруді сұраймын тұтынушылар одағының назарына, сосын бағаны бақылау департаментінің назарына ұсынамын осы видеомды.